Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз дұшпара дайындаймыз. Ол үшін бізге қажет сиырдың еті, фарш, бұрыш, тұз, бір орташа пияз, бір чеснок, бір жұмыртқа, су және ұн. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін бір жұмыртқа, тұз, бір қасықтай және су. Енді қамыр илейміз. Қаттырақ. Қамырымыз міне дайын болды. Фаршқа пияз қостық. Оны осылайша төртбұрыштап сақтап турадық. Чеснок қосамыз. Оны да сақтап турадық. Бір қасықтай міне тұз қосамыз. Бұрыш. Міне біз осылай дұшпараның қамырын осылай қылып жаямыз, кесіп. Міне кесеміз. Осылайша дөңгелек қылып. Сосын оқтаумен әр дөңгелекті былай аса үлкен де емес, аса кішкентай да емес, орташа қылып, осындай қылып міне жаямыз. Енді ішіне фарш саламыз. Фарш салып былай бүреміз. Дұшпарамыз пісті. Бір қайнағаннан кейін 10 минут пісіреміз. Пісіргеннен кейін дәмдейміз. Қалауынша кім майонезбен, кім кетчуппен жейді, кім сорпасымен ішеді, подливпен ішуге болады. Біздің каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар.